фудблогерлер сияқты. Столдың үстін дайындап қойдық. Мына фон болып тұра берсін. Ассалаумағалейкум, құрметті қошқар сүйер қауым, шопан ағайындар. Соңғы кездері мен YouTube'қа салған осы қошқар туралы, қошқар бағу туралы видеоларым өте көп просмотр жинап жатыр. Соған қарағанда біраз ағайынға қошқар бағу сыры, қошқарға қалай қарау керек, қайткенде дәу болады, қалай семіртсе болады, қалай баптау керек деген контенттер өте қызық болып жатқан сияқты. Бүгін сондай бір ерекше контент түсіргім келіп жатыр. Қошқарды керемет қылып өсірудің қыр-сырымен бөлісемін. Жеке өзімнің тәжірибем. Біреулер басқаша бағу мүмкін, біреулер басқаша қарау мүмкін. Бірақ мен Америкадан түрлі витаминдер алып келдім. Сосын басқа да ерекше қоспалар бар. Соларды дайындап, қошқарға беруді сіздерге қазір көрсетемін. Тамашалаңыздар. Бүгін қозыларыма қандай тамақ деп айтайықшы, қандай тамақ береміз. Мынау Америкадан алып келдім, өткенде бір чемодан қылып. God Minerals. Енді минералдарды, витаминдерді түсінетін ағайын бірден түсінеді. Мына жерде қандай қажетті, қандай керемет нәрселер барын. Ағзаға магнезиум, цинк, витамин А, витамин D3, витамин Е, тұз, кальций деген сияқты. Осыдан саламыз. Одан кейін тағы да мынандай бір сүйекке, буындарға және жүніне, терісіне және асқазанның дұрыс жұмыс жасауына өте пайдалы осындай минерал. Бұны да қосамыз, қазір көресіздер. Мына жердегі балық майы, рыбы жир. Мынаны да Америкадан алып келген мыс. Бұның пайдасын өзім көрдім. Техас деген қошқарымды біразыңыз білесіздер, өте танымал болып қалды. Қырғызстанға сатылып кетті $3000. Сол Техас қошқарымның жүнінің жылтырлығына өте өзінің керемет әсерін етті. Түлеген күннің өзінде пухы дейді ғой, сол бетіне шығып кетпей, жүні өте жылтыры болып түлеп жатты. Осыны қазір қосамыз. Әрине одан кейін алма, сәбіз. Сосын мынау кальфастоник деген порошок. Бұның құрамында да өте көп минералдар бар. Мына жерде көрсетіп тұрмын составы. Витамин А, витамин D3, 15-20 витамин құрамында бар бұның. Бұл өзіміздің қазақстандық дейді. Қазақстаннан сатып алғам, қай жақта шығатын білмеймін. Let's see. Бидайды, арпаны, жүгеріні қайнатып, осылай арнайы дайындап қойдық. Қайнатылған жем малға өте тез сіңімді болады, қайнатпай бергеннен гөрі. Сол үшін әрдайым мен жемді үстіп қайнатып, дайындап бергенді жақсы көремін. Мына витаминдердің үстіне осы 1 кило мына жерде 1 кило жемді қосамыз. Сосын барлығы дайын болған екен үстіне кебек қосамыз. Келдері қозылар. Бұл қозылар атақты Максимустың қозылары. Максимус қошқарды білесіздер, бойы 1,7, көрмеде биіктігі жағынан бірінші орын алған Максимустың алғашқы төлдері. Құдай қаласа, әкесінен озатын қошқарлар болады.